Барлығына сәлем. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз to be көмекші етістігінің өткен шақ түрі was and were. To be көмекші етістігі бізде болу, бар болу деген мағынаны білдірсе, was and were болды деген мағынаны білдіреді, яғни өткен шақтағы болып кеткен іс-әрекетті айқындайды. Was көмекші етістігін біз жекеше түрдегі зат есімдердің алдына қолданатын болсақ, were көмекші етістігін көпше түрдегі зат есімдердің алдына қолданамыз. Сондай-ақ I, he, she, it бірінші және үшінші жақ зат есімдеріне біз was көмекші етістігін қолданамыз. Ал you, we, they екінші жақ көпше түрдегі зат есімдеріне біз were көмекші етістігін қолданамыз. Мысал үшін, I'm a student. Мен студентпін. Осы шақта айтылады, я. Ал I was a student. Мен студент болғанмын деп өткен шақта айту үшін M-нің орнына біз was көмекші етістігін қолданамыз. Тағы да мысалдар келтірсек, we were at home. Сен үйде болдың. They were friends. Олар дос болған. It was a big house. Ол үлкен үй болған. Мысал үшін, last year she was 22. So she's 23 now. Яғни ол өткен жылы 22-де болған, ал қазір ол 23 жаста. Яғни біз was were-ні өткен шақта қолданамыз. Ал болымсыз сөйлемдер үшін біз to be етістігіне not жалғаймыз. Мысал үшін, I was not tired. Мен шаршап тұрған жоқ едім. You were not at home. Сен үйде болған жоқ едің. It wasn't very small. Ол кішкентай болған жоқ еді. Were not қысқартылған түрде weren't және was not қысқартылған түрде wasn't болып айтылады. Мысалы, yesterday the weather wasn't nice. Яғни кеше ауа райы өте жақсы болған жоқ. Ал сұраулы сөйлем жасау үшін біз to be етістігімізді, яғни was were-ні зат есімнің алдына шығарамыз. Мысал үшін, болымды сөйлемде you were happy дейтін болсақ, оны сұраулы сөйлемде біз көмекші етістігіміз to be-ді алдына шығарып, were you happy? Сен бақытты болдың ба деп сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Was I late? Мен кешіктім бе? Was it small? Ол кішкентай болды ма? Were you at home at 9 o'clock? Сен сағат 9-да үйде болдың ба? No, I was at work. Жоқ, мен жұмыста болдым. Осымен біздің was were көмекші етістігіне арналған сабағымыз аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Келесі сабақта көріскенше.